Аблай Алишев в синем углу, 18-летний начинающий боец из Алматы, но его соперник Аманжол Жолтаев из Актау покрупнее. Он в красном углу, в красных шортах. Ему 26 лет. 77 килограмм. Ну, как кажется, Алишеву можно было даже сбросить и перейти в другую весовую. Активный на руках начинает Алишев. Тактика бесконтактного боя пока. Алишев, попытка первая от него нащупать джебом. Нужное расстояние. Работает по ближней ноге Жолтаев. Отступает Жолтаев. Ну что, за минуту минимум активности со стороны бойцов в рамках этого поединка. Ну, на двоих всего один профессиональный бой. Это, откровенно говоря, мало. Хотя, опять же, на Изажик Пижека это, как бы условно не звучало, что вы слышали и не раз до этого, это шанс для молодых бойцов. Для начинающих. Хороший, хлесткий удар по ближней. Тут же от Алишева. Жолтаев не остается в долгу. Мощный, крепко сложенный. Разряжает серийно, сокращает дистанцию. При этом Алишев успевает отойти. Мидл кик. Летает мимо цели. Щупают, ищут свою дистанцию. Пытаются понять, в конце концов, каким образом нужно действовать против именно этого соперника. По-моему, ни для того, ни для другого эта дистанция не является комфортной. Алишев выбрасывает очередной мидл-кик. Жолтаев опасаются друг друга очень сильно. Боковой заход от Жолтаева. По ближней ноге. Наносит удар в корпус. Алишев. Очень много обманных движений. Сильно закладывает корпус. Опять бьет по бедру. Алишев. Но центр клетки занимает именно он. Жолтаев ищет шанс для контратаки. Я қазір бұл айқастың ақырындап қызуы біршама жоғарғы деңгейге көтеріліп келе жатыр. Алишев қысымды әрі қарай арттыруда. Жолтаев керісінше қарымта айқастан қарсыластың бір қателігін іздеп көруге талпыныстарын жасауда. Қимыл әрекет көп, аңдысу көп. Жақсы қазір қызыл бұрыштағы жауынгердің Жолтаевтың осы екі соққыдан тұратын комбинациясы дегенмен қорғанысқа келіп дейді, бірақ бұл қауіпті. Тағы да аяқтың ішкі жағынан жасалған соққы. Алишевтің ақырында өзінің бір ритмін тапқан сыңайлы. Жолтаев өз қашықтығын тапты ма, жоқ па? Бұған дейінгі бағыттаған соққыларын бақылап отырған болсаңыздар, жігіттердің айқас салу өрнегі нақты бір енді Жолтаевтың тарапынан бір тұрақтылықты аңғара алмаймыз. Алишев әлі де қысымды жасауда. Жақсы, енді міне Жолтаевтың қарымтасын қайтарып қалған сәті. Екі бақтаған екі соққысының бірі жанай барып тиді қарсыласқа. Жас айырмашылығын бұл жерде де атай кету керек. Аблай Алишевтің жасы 18-де, Аманжол Жолтаев дебютант болса да 26 жаста. 8 жас дегеніңіз бұл енді біршама артықшылық. Тағы да
раунд соңындағы жігіттердің міне, Алишев раунд соңында жақсы бір аяқпен бағытталған соққысымен есте қалды. Қазір енді байқасаңыздар, жігіттерден қандары енді қызып, терілері енді шығып, екінші раундта бізді тартысты жекпе-жек күтетін сыңайлы. Яғни қызықты бір айқастың өрнегін байқап көреміз. Тағы да бір ұмтылыс. Бейне қайталау сәтін тамашалап отырған болсаңыздар. Бірінші раундта енді екі тараптың аса ауыр әрі дәл соққылары, олардың пайызы қатты жоғары бола қойған жоқ. Екінші раунд басталуға жақын. Ал енді бұл раундта азаматтар бізге текетіреске толы бәсекені тарту етуі қажет. Өйткені айқас алаңына екі жігіттің де екінші раундтың басында қанаттанып шыққандығын бірден аңғарамыз. Тағы да Абылай Алишев бірінші номермен айқасты бастады. Жақсы, қазір діттеген жеткізе алады ма? Тамаша Слэм қапшық көтергендей қарсыласын атып ұрды. Жолтаев қорғануға көшкен сәт. Керісінше Алишев енді осы позициядан өзінің мүмкіндігін сынға салып көреді. Жолтаевтың қорғанысы әзірге бір сыр бере қойған жоқ, бірақ матчта бір айқастың қарқыны бірден су сепкендей басыла қалған сәт. Бұған дейін болған найза жекпе-жек жобасы барысында ардақ жанкелер естеріңізде болса, бұл форматта өтіп жатқан турнирдің барлық айқастарын Найза ТВ порталынан таба аласыздар. Сол айқастарға көз жүгіртіп қарасаңыздар, басым көпшілігі бірінші раундта аяқталған болатын. Яғни бұл жерде біріншіден жас әрі жалындап тұрған жігіттердің өздерін көрсетуге деген ұмтылысы, тәжірибенің де таразысында тең түсе қоймайтын сәттері, сонымен қатар жанкер жұртты осындай бір жарқын жеңісімен тәнті етсен деген жеңіске аш болып келген жігіттердің текетіресі. Ал енді бұған дейінгі бірінші жұп барысында біз өте жақсы бір тең дәрежедегі айқасты тамашалай алдық. Ал енді бұл айқас барысында да екінші раундта қазір енді Алишевтің позициялық басымдығы, ол сөзсіз бұл раунд оның қанжығасына кетеді, егер Жолтаев дәл осы тұстан тұрып кетуге талпыныс жасап, жақсы бір тапқырлық таныта алмаса. Енді қауіпті соққылардың бір легін төгетін сәті шынтақты іске қосты қазір. Жолтаев, бұл қысым оған біраз күшін сарп етуге амал жоқ, соған мәжбүр болады. Өйткені қарсыластың қолын байлау керек, қайткенде де тұрып кетуге талпыныс жасау керек. Ал енді Алишев осы жақсы позицияны, осы үстемдікті әрі қарай ұстап тұрса, алдағы раундтың соңына дейін, демек, жақсы бір басымдыққа ие бола алады. Ну что, пока только закрывает гард Жолтаев, и крайне пассивен он, работая снизу. Алишев как раз-таки переводит оппонента еще и в свой угол, и там продолжает эту бомбардировку. Работает, может быть, уже не так активно, как в начале этого раунда, но есть удары как минимум. Жолтаев, по-моему, преследует одну цель — остаться в живых, дождаться
третьего раунда. Зажимают. Хороший локоть от Алишева. Залетает в цель. Вновь голову работает по голове. Аблай Алишев. Что второй дебютант и второй боец, которому нет и 20 лет, проявляет себя на этом турнире. Алишев. Хотя нет, рекорд-то его 1-0 так же, как и у Миржанула Кажмухана, что одержал победу в первом бою. Вновь вставляет короткий локоть. Алишев прочувствовал это. Жолтаев впитывает этот урон. Но 4 минуты снизу что-то нужно делать с борьбой Жолтаеву для того, чтобы в профессионалах себя показать. Потому как только удерживает он соперника, при этом много-много получает в ответ. И вновь попытка закрыть гард, завязать соперника. Она не срабатывает. Алишев. Корпус-голова, корпус-голова. И локти вставляет. И второй раунд позади. Алишеву никуда идти не нужно. Он просто останется здесь. 18 лет. Что ж, Серик, я думаю, очень хороший дебют для этого парня. Тут главное не попасться на какой-то глупый прием. Или самому не отдать инициативу. Я бы отметил вот что. Крайне осторожно действуют бойцы. Обычно дебютанты всегда пытаются там с первых минут зарубиться, выдать яркий финиш. Здесь речь идет о тактике, и это, мне кажется, тоже показатель определенного роста, можно сказать, эволюции ММА в Казахстане. Сонымен қатар бұл жерде атай кететін тағы бір фактор, яғни жауынгерлердің деңгейінің өскендігі. Айза жекпе-жек форматына, осы форматта өтіп жатқан турнирге келген жауынгерлердің сапасы, олардың қарсылас ретіндегі бір-бірінің алдындағы дәрежесі тең. Яғни бұл қуантады сөзсіз. 18 жаста болса да, өзінен 8 жас үлкен қарсыласының алдында қаймықпай, Аблай Алишев қазір өте жақсы айқас деңгейін көрсете алуда. Жолтаевтың да Аманжолдың еңбегін, Аманжолдың біліктілігін жоққа шығара алмаймыз. Өте жақсы қысым көрсетуде. Яғни бұған дейінгі екінші раунд барысында Жолтаев біраз позициялық тұрғыда қарсыласына басымдық беріп қойғанымен партерде. Енді қазір соның еселеп, сол олқылықтың орнын толтыратын сәт жақсы мүмкіндік. Егер пайдалана алса. Қазір Жолтаев қарсыласының ұмтылысын осылай тосқауылдап көреді. Жақсы. Дегенмен қандай жақсы күрес әдісін қазір тамашаладық. Сам парировал попытку, затем через фейк зашел в ноги период. Да, и красивейший слэм. Отличный перевод от Алишева. Опять 18 лет. И вновь очень грамотно поступает, в свой угол заводит соперника. То, что мы видели во втором раунде, по-видимому, повторится и в третьем. Жолтаев будет закрываться. Алишев будет работать сверху, набрасывать удары, блокировать соперника. Опять нужно улучшить позицию Алишеву, пересесть бы за спину. И он это делает. Он это делает. Подключил локоть. Еще и успевает посмотреть, даже получить вот наглядную инструкцию от своего тренера. Бір құлағы түрулі, қарсылас жағы қарсыластың қысымынан бөлек, өз бапкерлері қандай бір ақыл кеңес айтып жатыр дегенді бір мезетте лезде қағып алуға тырысу. Бұл енді мен ойымша жауынгердің сауаттылығын көрсетеді.
Да, локоть подключил. Пытается оттягивать руку. Желтаев даже выбрасывать обратный локоть. Но не видит ударов. Желтаев, да, откуда они наносятся, в конце концов. Как-то самому пересесть. Блокировал при этом его опорную ногу Алишев. Не дает возможности развернуться. Желтаев же должен предпринять попытку для того, чтобы встать. Алишев же набрасывает и набрасывает. Все это происходит на глазах у арбитра, у рефери. И продолжает Желтаев получать. Возможно, это будет досрочная победа. Алишев все! Капитулирует. Есть победа для 18-летнего бойца из Казахстана. Аблай Алишев. Отличная работа. Нет, друзья, и переходим дальше. Сонымен ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті 3-ші раунд, 3-ші минут 12-ші секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Аблай Алишев! Алишева только можем похвалить, и в борьбе этот парень оказался хорош, и мне кажется, с точки зрения медийки у него серьезные перспективы. 18 лет ты способен учиться и учиться. 2 раунда — это тоже солидная дистанция для этого. 3 раунда, по факту, чтобы показать себя. И с функционалкой все более-менее, и в ударке неплохо. И вот такие вот переводы мы видели. Отзащищался в какой-то момент он после проходов Аманжола Желтаева. Вот наизажик пешек. По факту это селекшн. По факту это тот формат, который создан для того, чтобы раскрывались новые имена. Ждем 3-й поединок.